Назарларыңызда Дархан Дала тележобасының қысқы маусымы. Біздің жол сапарымыз еліміздің солтүстік өңірлерін аралай бастады. Қолөнершілердің шеберханалары мен ірі зауыттар, сан түрлі талантты дарындар мен өресі биік өнер. Қазақстандықтардың жаңа жыл қарсаңында тер төгіп жасаған еңбектері түсірілім тобының назарынан тыс қалмады. Дархан Даланың санасында еңселі ел нағыз қазақ жері. Біз үшін атамекен атанған туған жеріміздің әрбір даласы Дархан. Өз тарихындағы алғашқы кірпіш, нақтырақ айтқанда ағаш бөрене Петропавлда 1752 жылы қорған ретінде қаланған болатын. Алайда бірнеше жылдар өткеннен соң зеңбіректің бірде-бір оғы атылмастан-ақ ағаштардың тозығы жетіп үлгереді. Кейіннен салынған архитектураны қала бүгінде өте жақсы сақтаған. Петропавл қаласының үйлері шахмат тақтайшасындағы ұзақ та қиын партиядан қалған фигуралар іспеттес. Әр жерден бір бой көтеріп, алыс-алшақ орналасқан. Алайда солардың біреуіне ғана көз салсақ, үйдің әрбір құрылысын сағаттап бақылауға болады. Мәселен, мынау үй бір кездері көпес Әбдірашит Исмаиловтың дүкені болған. Қазіргі таңда бұл ғимаратта аристократтық күйге бөленіп, түскі ас ішуге болады. Сирек әрі ғажап саналатын бұл үйлер қала орталығында көптеп кездеседі. Бұл ғимараттар өткен күннің айнасы. Себебі дәл осы аймақтың өткен ғасырдағы жұртшылығы сан түрлі оқиғаларды бастарынан өткерген. Шоқан Уәлиханов пен Федор Достоевскийдің достығы қазақ және орыс халықтарының тарихи достығының айқын айғағы деп жазған Мұхтар Әуезов. Екі тұлғаның бейнесі бейнеленген бұл коммерсанттар үйі өте жақсы сақталған. Ал мұндай үйлерді Петропавл қаласының орталық көшелерінен көптеп кездестіруге болады. Қазіргі таңда бұл жерде облыстық тарихи өлкетану мұражайы орын тепкен. Бізді сол жерде күтіп отыр. Мұражайдың орталық ғимараты саудагер Аркельге тиесілі болған үйде орналасқан. Көпес Стреловтың бұрынғы дүкені мен қоймасында әкімшілік, қор және кітапхана бар. Бұл үйлер 19 ғасырдың соңғы кезеңінде салынған. Архитектуралық құрылысы жағынан бұл қаланың ерекшелігі барокко стилінде жасалынған. Көптеген қаламыздағы архитектуралық ескерткіштер, 19 ғасырдың соңындағы ескерткіштер, тарих ескерткіштері, олар бүгінгі дейін сақталып қалды. Қазіргі күнде олар Қазақстан Конституциясы көшесінде орналасқан. Мұражай қорында 350 экспонат бар. Түрлі экспедициялар, мұражайлармен алмасу, жергілікті халық көрсеткен көмектің арқасында мұражай топтамасы біршама толықты. Кейбір заттар петропавлдықтарға мұра ретінде берілсе, өзге дүниелер қазына ретінде табылып жатты. Бірнеше жылдан бұрын қаламыздың Ойқала бөлігінде осындай көпестік үйлердің бірінде клад табылған болатын, қазына табылған болатын. Сол қазынаның ішінде күмістен жасалынған асхана заттары болды. Қызметкерлердің айтуынша бағалы саналатын тиындар да табылған. Көпестер қаласының жер қойнауында бұл заттардың әлі қанша уақыт сақталатыны қазына іздеушілерге ғана мәлім. 19 ғасырда ағаштан салынған ғимаратта ұзағынан күн көруге болатын еді. Тек аталмыш нысан өртеніп кетпеген жағдайда. Себебі ол жай ғана ғимарат емес, Хас батыр Абылай ханның резиденциясы болатын. Кейбір мәліметтер бойынша 1762-1765 жылдары ғимаратты салуға бұйрық берген Екатерина II. Ал қайғылы оқиғадан кейін қираған үйдің жоғарғы бөлігіне қызыл кірпіштен 2 қабатты ғимарат салынған. Абылай ханның ағаштан салынған ескі резиденциясы толықтай жанып кеткеннен соң оның орнына кірпіштен жаңасын тұрғызған. Ал 2006 жылғы ғимараттың жағдайы мына суреттерде бейнеленген. Дәл сол жылы мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы бойынша 606 миллион теңге бөлініп, қайта қалпына келтіру жұмыстары 2008 жылы аяқталып пайдалануға берілген. Бұл тарихи және мәдени ескерткішті алғашқыдағыдай етіп қайта қалпына келтіру үшін шамамен 1 гектар жер қажет етілді. Себебі бұл аймақта тек хан сарайы ғана емес, сонымен қатар кеңсе орындары мен қонақ үйлері де болды. Мұнда барлығы қалай орналасқан білу үшін біраз материалдар ақтарылды. Мәселен, Мәскеудегі Ресей империясының ішкі саясат пен Орынбор мемлекеттік мұрағаттарынан, Ресей мемлекеттік мұрағатындағы көне актілер мен Ресей мемлекеттік мұрағат орталығының деректерінен мәліметтер алынды. Мәселен, тіпті қарапайым үйлер құрылысы жөніндегі шаруашылық хаттар келеді. Оның барлығы сараланып оқылады. Кешенді белгілі шешімдер шығарылады. Бірақ әрине, тарихи дерек көздерінің сын ескертпелері назарға алынады.
Бүгінгі күні Абылайдың Ақ үйі ханның өмірі мен қызмет жолы туралы баяндайтын мұражай. Залда сол кезеңде пайдаланылған түрлі құжат үлгілері бар. Мың 1912 жылы патша үкімімен Петропавл қаласында екінші сібірлік консерві зауыты салынған болатын. Бірнеше жылдар өткеннен соң жанынан көшетхана пайда болады. Ол жерде өсірілетін түйінді пияз бен лавр жапырақтарын кәсіпорынның қажеттілігі үшін жаратқан. Арада бір ғасыр өтті. Қазір бұл жерде үлкен ботаникалық бақ. Бақтың пайда болу жайын айтып өтсеңіз. Ботанический сад появился в 1912 Ет комбинатында демалыс бөлмесі бар болатын. Малдарды сою жұмыстарын бақылаған адамдар осы өсімдіктер орналасқан бөлмеге келіп, таза ауамен демалуларына мүмкіндіктері бар болатын. Мұндағы өсімдіктер қай жақтан әкелінген? Растения были завезены с разных. Ботаникалық бақшаның негізін салған біздің Равиль Хасанұлының арқасында өсімдіктер басқа елдерден жеткізілді. Бізде кубалық лимон бар. Өте ерекше гибридтер жеткізілді. Сонымен қатар Оңтүстік Америкадан әкелінген өсімдіктері де бар. С разных островов были завезены. Атқарылған еңбектің арқасында бүгінгі күні мұнда әлем бойынша 1795 жылдан бері өсіріле бастаған құрма пальмасы мен Жапония елінен жеткізілген сакура әсем ағашы өсірілуде. Ботаникалық бақшаның экспозициясында жылыжай, шағын дендрарий және қыс бақшасы бар. Бұл жерге келушілердің қарасы қалың. Осы табиғи ғажаптардың арқасында қыстың аязды күндерінде де қонақтар саны еш азайған емес. Бұл баққа келіп түрлі өсімдіктерді сонымен қатар жабайы өсімдіктерді де көретін шығармын деп ойладым. Тек жабайы аңдарды емес. Алайда қала тұрғындары олай санамайды. Жақын маңнан табылған түлкіні бір тұрғын осында алып келіп тапсырған екен. Ботаникалық бақшаның айналасында тұрғындардың көңіл көтеретін тағы да бір орны бар. Ол жабық аквапарк. Аквапаркке жақын маңдағы өңірлерден келушілер көп. Қазақстанның басқа да қалаларынан келетіндер бар. Көп адамдар Ресейдің Омск, Тюмень, Ишим және Қорған қалаларынан келеді. Бұл қайықты алдыда 10-нан астам күрделі бұрылыстар күтіп тұр. Биіктігі 22 метрден бастау алатын бұл жолдың жалпы ұзындығы 165 метр. Өткен жылы Қазақстанның үздік тауары өңір аралық байқау нәтижесі бойынша Солтүстік Қазақстан облысындағы Петропавл кәсіпорны бірінші дәрежелі дипломмен марапатталды. Оның өнімін өндірістік белгіленген тауар номинациясында үздік деп таныды. Сонымен біздің тілге тиек ететініміз темір-бетонды бұйым өндіретін зауыт. Бұл кәсіпорын 64 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Осымен бұл кәсіпорынға 20 жылдан асып барады. Алайда 2014 жылы мұнда барлығы қайта жаңартылды. Мамыр айында итальяндық жаңа құрылғылар орнатылып, шілдеде испан технологиясы бойынша жаңа жұмыс жүйесі іске қосылды. Жаңа инновацияны енгізген сәттен бастап өндіріс жұмыстары 4-5 есеге ұлғая түскен. Жалғыз ғана машина ұзындығы 92 метрлік темір арқаулардың үстіне бетон құюмен айналысады. Оның астында жылу беріп әрі кептіретін құбыр орналасқан. Сіздерге түсінікті болу үшін мына тұрған 92 метрлік бетон шамамен алғанда 140-150 шаршы метрлік пәтердің едені. Бұл зауыттағы модернизацияның алғашқы кезеңі. Айтуларынша жуырда екіншісі басталуы тиіс. Содан кейін кәсіпорын ірі панельді құрылыстың бөлшектерін шығаруды бастады. Петропавл қаласына келіп, мен екі нәрсені байқадым. Біріншісі туристер үшін. Мұнда қақаған аяз қарашайынан бастап толықтай орын алады. Екіншісі көлік жүргізушілер үшін. Мұнда көше қиылыстарын адамдар әдеттегідей емес, X тәрізді өте береді. Дахандала бағдарламасының түсірілім тобы бұл қаламен осы жерден қоштасады. Келесі аптада кездескенше.